Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз 10 сынып алгебра және анализ бастамалар пәні номер 11 сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз кері функция. Сіздерге қойылған мақсат кері функция анықтамасын және берілген функцияға кері функцияны табу, өзара кері функциялар графиктерінің орналасу қасиеттерін білу. Жетістік критериялары: кері функцияның анықтамасын және берілген функцияға кері функцияны табады, және де өзара кері функциялар графиктерінің орналасу қасиетін біледі. Кері функцияға анықтама берейік. Кері функция дегеніміз берілген функцияға тән тәуелділікті кері өрнектейтін функция. Берілген функция кері функцияны бар болу бірінші шарты: егер функцияның бір мәніне аргументтің бір мәні сәйкес келетін болса, онда функцияның кері функциясы табылады. Екінші, берілген функцияға кері функцияның бар болу екінші шарты: оның монотондылығы, яғни функция қатаң монотонды болу керек. Өспелі, теккемелі, қатаң монотонды болмаған жағдайда функцияға белгілі бір аралықта ғана кері функциясын таба аламыз. Мысалы, y-тен болады x квадрат функциясын қарастырайық. Бұл функция мынау аралықта қарастыруға болады, себебі бұл қатаң монотонды емес. X үлкен және тең 0 аралықта кері функциясы мынандай болады. Кері функциясы y-тен болады, түбірасында x-ке тең болады. Енді төменде берілген графикті қарасаңыздар, жасыл түсті ол бізде берілген функцияның өзі y-тен болады x квадрат, ал осы функцияға кері функция ол бізде қызыл түспен белгіленіп тұр графикте. Y-тен болады түбірасында x. Көріп отқандай бұл функциялар әртүрлі болып салынады. Жақсы, келесі бірінші қасиеті: берілген функцияның анықталу облысы. Осы функцияның кері функциясының мәндер жиыны тең болады, және керісінше берілген функцияның мәндер жиыны осы функцияның кері функциясының анықталу облысына тең болады. Екінші қасиет: f және f1 функцияларының композициясы, кері функцияның белгіленуі x-тің мәніне тең болады. Функцияның реттілігі маңызды емес. Үшінші қасиет: өзара кері функциялардың графиктері y-тен болады x функциясының графигіне симметриялы болады. Көріп отырсаңыздар, функцияны графикке салған, олар бір-біріне симметриялы орналасқан. Егер суретті көріп отырсаңыздар, графиктері бір-бірлеріне симметриялы орналасқан. Жақсы, келесі: берілген функция кері функцияны табу алгоритмі. Ол үшін бірінші, берілген функцияда x-ті y арқылы өрнектейміз. Табылған теңдікте x пен y-тің орнын алмастырамыз. Мысалы, y-тен болады 2x плюс 3 функциясы берілген. Осы функцияның кері функциясын табамыз. Бірінші қадам. Екінші алгоритмде айтылғандай, x пен y-тің орнын алмастырамыз. Сонда бізде x-тің орнына y-ті қоямыз, ал y-тің орнына x-ті қоямыз. Сонда x-тен болады y минус 3 бөлінген 2. Екінші қадам, x-ті y-ге өрнектеп алғаннан кейін, енді өздерінің орнына қоямыз. Сонда x-тің орнына y-ті қоямыз қайта, ал y-тің орнына x-ті қоямыз. Сонда бізде y-тен болады
x минус 3 бөлінген 2. Бұл бізге y-тен болады 2x плюс 3 функциясына кері функция y-тен болады x минус 3 бөлінген 2 кері функция болып табылады. Келесі сіздерге берілетін оқулық пен жұмыс номер 4-4 есеп 26 бетте бізде функция берілген, сол функцияға кері функция табасыздар. Кері функцияны табу үшін жоғарыда атап өткен функцияның кері функцияға қойылатын алгоритм бойынша табу керексіздер. Бірінші, ол бізде берілген функцияны берілген функция кері функция табасыздар. Ол үшін x пен y-тің мәнін өрнектеп аласыздар, алмастырып, және ең соңында x пен y-тің орындарын қайтадан алмастырып болғаннан кейін қайтадан өз орындарына қоясыздар. Егер түсінікті болса, кітаптағы оқулықтағы есепті шығарайық. Дәптерлеріңізге есепті өз беттеріңізше шығарыңыздар. Мысалына қарап отырсаңыздар да болады. Шығарайық дәптерге. Жақсы, тапсырманы орындап болсаңыздар, бүгінгі кері функция тақырыбы сіздерге түсінікті болса, жақсы, сау болыңыздар.